Сәлем достар, сіздерге бүгін үй жағдайында ыстық сушиді дайындауды үйретемін. Бұндай дәмді тамақты отбасыларыңызға жасап берсеңіздер болады. Кеттік достар. Ол үшін біздерге мынандай крабовый палочки керек болады. Мен примерно 10 данасын қостым, үгіттім осылай. Сосын үстіне кішкене көбірек творожный сырды қосамыз. Көбірек болғаны дәмдірек болады. Кейін үстіне майонез жағып, екеуін жақсылап араластырамыз. Сосын осында үгітілген сырдың үстіне икра қосамыз. Бұл икра базарда бағасы 900 мың теңгенің айналасында тұрады. Араластырып, осылай тәтті қылып екеуін ұзағырақ араластырамыз. Яғни бір келкі болғанша араластырамыз. Содан кейін осындай ыстық піскен күрішімізді табаға саламыз. Енді жинастыратын боламыз сушидің барлығын. Содан кейін үстіне крабовый палочкиді саламыз. Содан кейін сырды жаңағы үгітілген салып, барлығын жинастырамыз да пешке саламыз. 200 градустағы пешке. Мен беті қызарғанша пеште ұстадым. Қатты күйіп кетпеу керек. Пешке салып қызартып алғаннан кейін үстіне мен мынадай унаги соусты жақтым, кунжут септім бетіне. Осындай қылып әп-әдемі суши болып шықты. Достар, менің балаларыма, отбасыма қатты ұнады. Егер сіздерге де ұнаса, жасап көрсеңіздер, астына комментарий қалдырамыз достар. Менің каналыма жазыламыз. Менде әр күн сайын қызықты рецептілер шығатын болады.